Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен сүтті бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік бастайық. Бізге бисквит үшін жұмыртқа, сүт, сапасы жоғары сары май, қант, қамыр қопсытқыш, ванильді қант және ұн қажет. Ең алдымен сүтіміз бен майымызды жеке ыдысқа салып, плитамызға қоямыз, орташа отта ысытамыз. Оған дейін біз жұмыртқамызды миксерлейміз. Миксерімізге жұмыртқамызды саламыз, қант және ванильді қантты салып, үшеуін миксеріміздің жоғарғы жылдамдығында шамамен бір 7-10 минуттай миксерлейміз. Яғни біздің жұмыртқамыз екі есе ұлғаю қажет және әппақ болуы керек. Егер сіздерде планетарлы миксерларыңыз болмаса, қол миксермен миксерлесеңіздер болады, бірақ ол кезде ағын бөлек және сарысын бөлек миксерлеген жөн. Ондай кезде ең алдымен бірінші ағын қанттың жартысымен миксерлеп аламыз, яғни ағымыз өзін өзі ұстайтын масса болғанға дейін. Одан кейін сарысын қалған қантпен әппақ болғанша миксерлеп алғандарыңыз жөн. Және содан кейін екеуін басып алмай ақырын ғана араластырып алғандарыңыз жөн. Мінекей 10 минут уақыт өтті және біздің жұмыртқамыз екі есе ұлғайып әппақ болып шықты. Сонымен қатар венчикті көтергенде артынан осындай із қалу қажет. Ендігі кезекте құрғақ ингредиентпен және ысыған сұйық ингредиентімізді кезектей отырып қосып, массамызды басып алмай лопатканың көмегімен араластыруымыз қажет. Ең алдымен ұн мен қамыр қопсытқышымызды осылай 1/3 бөлігін қосамыз және лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластыра отырып, массамызды басып алмай араластырамыз. Содан кейін ысыған сүт пен майымыздың 1/3 бөлігін қосып, тағы да жаңағыдай лопатканың көмегімен массамызды басып алмай араластырып шығамыз. Осылайша құрғақ және сұйық массамызды кезектеп отырып қосып, біздің бисквитімізді ақырын ғана араластырып алғаннан кейін формаларға құйып ары қарай пісіреміз. Жалпы, егер мен сияқты диаметрі 20 сантиметрлік формада пісіретін болсаңыздар, торттарыңыз орташа болады. Ал егер биік тортты қаласаңыздар, осы ингредиентпен диаметрі 18 сантиметрлі формаға құйып пісірсеңіздер, торттарыңыз өте биік болып шығады. Ал мен бұл жерде диаметрі 20 сантиметрлі екі формаға құйып пісірдім. Мінекей біздің бисквитіміздің массасы дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды алдын ала фольгамен қапталған кольцаларымызға құйып шығамыз және алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Жалпы, егер бір кольцада пісіретін болсаңыздар, уақытын ұзағырақ ұстағандарыңыз жөн және өз пештеріңізге ыңғайлағандарыңыз жөн. Бисквитті қалай тексереміз? Бисквитіміз уақыт өткеннен кейін шпажканың көмегімен бисквитімізге түйрей өтіріп, шпажкамыз құрғақ болып шығу керек. Солай біз бисквитіміздің піскен-піспегенін тексеріп аламыз. Енді бисквиттарымызды бөлме температурасында суытуымыз қажет және суығаннан кейін бисквиттарымызды пышақтың көмегімен ақырын ғана кольцадан босатып аламыз. Жалпы бисквитті бірден крем жақпаңыздар. Бисквиттарыңызды кольцадан босатқаннан кейін пищевой пленканың көмегімен орап, қаптап, тоңазытқышқа бір түнге қалдырып қойсаңыздар, ертеңгісінде бисквиттарыңыз өте нәзік, жұмсақ және ылғалды болады. Содан кейін бар бисквиттарыңызды кесіп, ары қарай пайдалансаңыздар болады. Мінекей менің диаметрі 20 сантиметрлік кольцамнан осындай әдемі бисквит пісіп шықты. Егер сіздер диаметрі 18 сантиметрлік кольцада пісіретін болсаңыздар, бұдан да биік болып пісіп шығады. Және осы екі бисквиттан мен 4 бисквит кесіп шығардым. Бисквиттарыңыз қарап отырсаңыздар, бір келкі және әдемі бір қалыпты болып пісіп шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.